Балуан шолақ повесі коронмен күрес. Балуан шолақтың бағы ел үстінде құстай ұшты. Тоқсанбайдың асынан кейін Көксеңгірдің көктөбесінен жайлаған ауылдар оны бірінен соң бірі шақырып, қолдан қолға тигізбеді. Балуандық, әншілік, ақындық, серілік, ойыншылдық. Балуан шолақтың бірі басынан табылды. Оның барған ауылы ұлы думанға айналды. Жиналған жұрт оның талмойынан бірде-бір мін тапқан жоқ. Сегіз қырлы дейтін жігіттер осындай-ақ болар, десті жұрт. Мін таппаған жұртқа балуан шолақтың еркелеп айтқан өлеңі мынау еді. Атандым Нұрмұғамед балуан шолақ, бір қолым үсіп кетіп болды молақ. Сұлу қыз келіншекке тыйсыздаумын, жалғыз ақ бойымдағы мінім солақ. Жайлаудағы елдің жайнаған гүліндей көз ғұмарын тарқатып, серуенде жүрген балуан шолақтың құлағына бір күні сыбыс келді. Көкшетау қаласына біртүрлі палуандар кепті дейді. Бәрі де аждаһардай кереметтер дейді. Оларға адам пар келетін емес дейді. Күн деген кейбіреулер балуан шолаққа күшті болсаң Көкшетауға барып солармен күрес деп шаптады. Ерегеске жаны құмар балуан шолақ, ендеше кеттім Көкшетауға, еретіндерің жүріңдер деді достарына. Жігіттер балуан шолақ жалғыз өлсе жіберсін бе? Ол бір топ адаммен Көкшетауға жүріп кетті. Көкшетау қаласына оның өмірінде бірінші рет келуі еді. Бұқпа тауының етегіне салынған Көкшетау қаласының теріскей жағында көлемі кең Шалқар көлі бар. Көл таудың бір бүйірін құрсаулап айналып кетеді. Нақ сол таудың көлменен асысатын жеріндегі бір қазақ үйіне балуан шолақ бастаған жігіттер кеп түсті.